бақыт, тыныштық және керемет денсаулық. Мұның бәрі сіздің өткеніңіз, бүгініңіз және болашағыңыз үшін жауапкершілік алудан қашпаудан басталады. Қорқыныш пен мазасыздық кезінде емес, тыныштық пен сабырлықта шешім қабылда. Құлаққа музыкадан да жағымдырақ естілетін бір нәрсе бар. Ол тыныштық. Дене тек жылжымалы күш қана емес, көзге көрінбейтін тылсым күштермен байланысқан құрал. Ұмытпа, ешкімнің ақына қол созба, біреуге қастандық жасама. Өзіне құрметің дұрыс болса да, өмір саған тікенді жол жіберді ме? Қорықпа, тағдыр саған жақында жайқалған гүлді өмір жібереді. Адамның ақыл-ойы тойымсыз, ол тоқтайда, тыныштықта да тұра алмайды. Ол үнемі алға ұмтылыста болады. Адам өз ойларының жемісі. Ол туралы не ойлайды, солай болады. Сіз әрқашан өз ойларыңыз бен сөздеріңізді жағымсыз сөздерден тазартуға тырысуыңыз керек. Жан дүниенің үйлесімділігін іштен іздеңіз. Ол сізге сырттан келмейді. Сырт көздің не сырттың әңгімесі сіздің тыныштығыңызды қалыптастырмайды. Өйткені олардың айтуы мен сіздің жүрегіңіздің қалауы екі түрлі. Сондықтан айтқанға еріп емес, қалаумен қалап күн кешіңіз. Ал жан дүниенің үйлесімділігі дегеніміз сіздің тыныштығыңыздың кепілі. Кешірім іште жатқан үлкен ұлылық. Бірақ осынау ұлылықты сыртқа шығару үшін тәкаппарлықтың алдынан өту керек. Нәпсіңізді тежей алсаңыз, сіз бәрін жеңесіз. Кешіре білу де өнер. Өйткені кешірім сұрау үшін бүкіл жан дүниеңіз тыныштықта болу керек. Кешіре білуі біреуге бақыт сыйлаумен тең. Бұл заңдылықты әр күн сайын, әр әрекет сайын қайталап дағдыға айналдырған әбестік болмас. Стефан Кови. Бірінші түсініп көріңіз, содан кейін барып өзіңізді түсінгенін қалаңыз. Бұл айтыла салған тәсіл емес, пайдасы бар дүние. Өйткені өзгелерді түсіну арқылы сіз өзіңізді тани аласыз. Өзгені көп тыңдаңыз және жай тыңдап қоймаңыз, түсініңіз. Сіздің ойыңыз жетіп, екі түсінік бір-бірімен табысқан кезде барып әрекетке өтіңіз. Ал бұл түсініктер сіздің жан дүниеңіздің тыныштығын сақтауға көмектеседі. Дәл қазір сіз қандай ой ойлап отырсаңыз, сол ойдың жетегінде кетесіз. Ал ойлаған ойға күш түсіріп, оны бақылай білсеңіз, сіз әр ісіңізге жауап бере аласыз. Адамды құртатын оның жауы емес өзі. Ендеше өзіңізді іштей жеңу, сыртқы ортаңызбен тығыз байланысқа түсуіңізге әсер етеді. Өмірге байсалды көзқарас принципі біздің организмімізге күніне тым болмаса 20 минут тыныш жалғыздық керегін айтады. Ішкі дүниенің тыныштығы бізді ең негізгілерді қосалқылардан айыруға, жүйкені қалпына келтіруге, кездейсоқтыққа дайын болуға, көрегендікке, байқағыштыққа, түсіністікке және ақылға келуге үндейді. Бір жылдың ішінде бір-ақ жаз болады. Ағаш, шөптер, гүл жапырақтар бір-ақ рет жасарады. Осы секілді адамның да басына жастық жақ екі келмейді. Жастық біздің өміріміздің жазы. Жаздан кейін қалай күз келеді, сол секілді жастықтан соң кәрілік жетеді. Шаруасына жинақты кісілер жаз бойы қыстық азық-түлігін даярлап қояды. Адам да жасында өнер білім, жақсы мінездерді бойына жинауы тиіс. Мұнсыз ол қартайған шағында рақат тіршілік ете алмайды. Адам мінезінің ақыл қайратының әр түрлі болуы тәрбиенің түрлі болуынан, адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тонау, өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен.